Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сосиски в тесте булочкасын жасаймыз, және де оған қажетті ингредиенттардың барлығын описание бөлімінде жазып кетемін. Ал енді булочкамызды бастайық. Ең алдымен жылы суымызды шұңғыл ыдысымызға құямыз. Оның үстіне 2 шай қасық дрожжымызды саламыз. Ендігі кезекте 1 шай қасық қантымызды саламыз. Оның үстіне жарты қасық тұзымызды салып, одан кейінгі кезекте сметана, яғни қаймақ, 2 ас қасық қаймағымызды салып, жақсылап массамызды араластырып аламыз. Достар, араласқан сұйық массамызға ұнымызды 2 бөліп салып, қамыр илейміз. Бізде қолға жабыспайтын тығыз қамыр пайда болады. Міне достар, дайын болған қамырымызды отлёшкаға жарты сағатқа қойып қоямыз. Үстін жауып, жылы жерге. Достар, біздің жарты сағатымыз өтіп, тестіміз өте күшті болып көтерілді, қараңызшы. Енді осыдан аламыз да жақсылап бір басып, осылай мен сияқты ұнымызды жағып, тақтайымызға қамырлар илейміз. Достар, біздер осылай 20 шақты тестімізді жасап алдық, және оны тағы да 5 минутқа отлёшкаға қойдық. Ал енді сосиски в тестемізді, булочкамызды бастаймыз жасауды. Ол үшін осылай бір тестіні алып, илеп аламыз жақсылап. Жан жағын осылай кесіп аламыз, екі жағын.
және үстіне сосискемізді салып, шұжығымызды яғни осылай екі жағын видеодағыдай мен сияқты жасасаңыз әдемі косичкалар пайда болады. Осындай өрімдер әдемі. Өте жұмсақ, үлпілдек, әдемі болып пісетін булочкалар. Жасап көріңіздер, кеңес берем. Өте қарапайым ингредиенттерден тұрады. Үйде бар ингредиенттерден тұрады. Қолжетімді бағада балаларыңызға осылай жасап беруге болады. Достар, міне мен осылай 20 шақты сосиски в тесте жасап қойдым. Енді осыны тағы да бір 10-15 минутқа бетін жауып атлешкеге қойып қоямыз. Достар, атлешкедегі уақытымыз өткен соң бір жұмыртқаны жарып жақсылап араластырдым да сосиски в тестоларымның үстіне барлығына біркелкі етіп жағып шықтым жұмыртқаны. Және де әсемдік үшін макпен безендіріп қойдым. Достар, ендігі кезекте 180-200 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут қызарғанша сосиски в тестеміз пісіріп аламыз. Достар, біздің сосиски в тестеміз өте әдемі, сондай румяный болып пісіп шықты. Өте жұмсақ, видеода көріп тұрғандай, және де ең бастысы майсыз, жұмыртқасыз жасалады. Құрамы өте қолжетімді, қарапайым, үйдегі бар заттардан жасалады десем болады. Егер де мен рецептерім ұнаватса, достар, мені қолдап, подписка жасап, лайк басып, және де тіркеліп кетсеңіздер, өте жақсы болар еді. Достар,
менімен болғандарыңызға көп рахмет. Осы рецептпен жасап көрсеңіз, сізде 20 шақты булочка шығады. Ас болсын. Сау болыңыздар.